Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге күздік пажар деп аталатын салаттың рецептісін ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай. Бір жасап көрсеңіздер, жылда жасайтын боласыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: қызанақтар қажет, укроп қажет, 2 тал аспирин, 3 тал ащы бұрыш қажет, тәтті бұрыш, сәбіз, сарымсақ, осындай, яғни чеснок, сұйық май, пияз, қант пен тұз және де лавровый лист қажет. Ең алдымен қызанақтарды кішілеу қылып турап аламыз. Қызанақтарды қуырған кезде суы шығып езіліп кетеді, сол себептен маңызды емес. Осылай видеодағыдай тура берсеңіздер болады. Қызанақтардың барлығын міне видеодағыдай турап алдық. Енді кезекте сәбізді тураймыз. Сәбізді ұзынша қылып, жіңішке қылып тураймыз. Яғни соломкамен тураймыз. Немесе жіңішке қылып, соломка қылып шығаратын үккіштер болса, үккіштен де өткізуге болады. Сәбіздерді тура осылай видеодағыдай соломкамен турап аламыз. Ендігі кезекте тәтті бұрышты да ұзынша қылып тураймыз. Тәтті бұрышты да осылай ұзынша қып, тура видеодағыдай турап алдық. Ендігі кезекте пиязды тураймыз. Пиязды жартылай домалақ қылып тураймыз. Барлық ингредиенттерімізді осылай алдын ала турап дайындап аламыз. Енді үлкендеу бір ыдысқа осылай сұйық майымызды құямыз. Майымыз қызыған кезде пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымыз осылай қуырылғаннан кейін үстіне сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Сәбіз бен пиязды бір қуырып аламыз. Сәбіз бен пияз біраз қуырылғаннан кейін енді үстіне қызанақтарды саламыз. Енді қызанақтардың суы шыққанша осылай араластырып отырып қуырамыз. Қызанақтарымыз езіліп, мінекей осылай суы шығу керек. Суы шыққаннан кейін тәтті бұрышты сала берсек болады. Тәтті бұрышты салғаннан кейін барлығын жақсылап қуырамыз. Енді ұсақтап туралған чесногымызды қосамыз. Чеснокты салып бір араластырып алғаннан кейін 4 ас қасық тұзымызды қосып араластырамыз. Енді 2 ас қасық қантымызды қосып тағы да араластырамыз. Салатымыз қатты отта тұрғандықтан асты күйіп кетуі мүмкін, сол себептен араластырып отырып саламыз. Енді 2 тал аспирин қосамыз.
Ендігі кезекте көк шөптерімізді қосамыз. Мен тек қана укроп қосамын. Және де 2 тал лавровый лист қосамын. Енді ұсақтап туралған ащы бұрышымызды қосамыз. Барлық ингредиенттерімізді қостық. Енді салатымыздың суы тартылғанша мөлшермен 40-45 минут қатты отта қайнатамыз. Міне біздің салатымыз дайын. Енді банкілерімізді духовкада немесе чайникта стерилизация жасап, салатымызды ыстықтай құямыз. Салаттарды ыстықтай құйып алғаннан кейін төңкеріп, бетін көрпешемен 8-9 сағатқа жауып қоямыз. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Айгерім. Егерде рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.